егемендік декларациясы қабылданғаннан бері қоғамда біраз жаңағы осы мәселе бойынша үлкен бір қозғаулар болған. Неге бұл үлкен той осы 25-інде қазанның болмайды деп, 16 желтоқсанда сол кезде тойлап жүрдік, бірақ оның екінші бір жағдайы бар. Сол 16 желтоқсанда көбінде желтоқсан оқиғасына байланысты жастарымыз сол жаққа бұрып кетіп, біріншіден сондай бір жағдайы болды. Екіншіден басқа жұрт бар, өзіміз бар. Жұрттың бір әбігерленіп жаңа жылға дайындалу. Үшіншіден далаға шығып мейрамдап, бұлай қуанышымызды жастар бөлісейік десемесін, балалар, жастар болсын енді. Дала деген суық, қақаған аяз. Біздің желтоқсан әсіресе Астанада белгілі ғой, желі үлдеген. Сондықтан шынын айту керек. 25 қазанды республика күні деп атап, ұлттық мейрам жасағанына қуанып отырмыз. Президентімізге осы үшін рахмет. Сондықтан осы ұлттық мейрамымыз құтты болсын, аман болайық, саулықта кездесейік.